Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulihil Karim. Расында барлық мақтау әлемдердің Раббысы Алла Тағалаға тән. Алла Тағаланы мақтаймыз, одан жәрдем сұраймыз, оған тәубамен ораламыз. Алла Тағала игілігін, сәлемін, берекесін ардақтасы асыл сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға нәсіп болуын сұраймыз. Құрметті туыстар, құрметті жақсылар, Алла Тағала баршаларымыздың туған тілектерімізді қабыл етіп, өзінің ең жақсы көрген тақуалы, сүйікті, ықыласты, солих пенделерінен болуды нәсіп етсін. Енді құрметті жақсылар, бүгінгі тәлім тәрбиеміз мынау түске байланысты бір қысқадан нұсқа бір тәлім тәрбие жүргізуді жөн көріп отырғанда көптеген сұрақтар келеді түске байланысты. Мысалға соны қалай тура жолдың негізінде, пайғамбарымыздың сүннетінің негізінде және қасиетті Құранда не айтылған деген осындай сұрақтар көптеп келеді. Сондықтан иншалла бір тура жолдың негізінде пайғамбарымыздың сүннетінің негізінде түсіндіруге тырысайық. Енді түс туралы көптеген хадистерді келтірген пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, және Құранда да арнайы аяттар бар, астын сызып келтірген. Мысалға Юсуф деген сүре бар. Сол Юсуф деген сүреде Юсуф пайғамбарға арнайы берілген мұғжизаның бірі осы түс. Юсуф пайғамбар кәдімгі түс жоритын мұғжиза, Алла тарапынан берілген үлкен керемет мұғжиза деп айтады. Оны пайғамбарларға берілетін нәрсе. Яғни бір адам түс көреді, ол сенің түсің осылай болады деп жорып береді. Болашақта дәл солай болады да. Немесе Ибраһим пайғамбар мысалы түс көреді. Енді пайғамбарлардың көрген түсінің барлығы ол уахи болып есептеледі да, 100% орындалатын нәрсе. Мысалы Ибраһим пайғамбар түсінде өзінің баласы Исмайылды құрбандыққа шалып бірнеше мәрте түс көреді. Оны Құранда келтірген: «Инни ара фил манами анни азбахука фанзур маза тара». Мен сені, ей балақайым, балам, боташым, түсімде құрбандыққа шалып қайта түс көріп жүрмін. Сен не айтасың бұл туралы деп баланың өзінен көзқарасын сұрайды ғой. Сөзде Исмайыл кішкентай жас бала, бірақ пайғамбардың тәрбиесін көрген, әкесінің пайғамбар ғой енді. Сол кезде ол баланың өзі түсініп тұр да, пайғамбардың түсі ол Алладан келген бұйрық, әмір екен, уахи екен. Бұл саған бұйырылған әмір дейді. Сен енді сол бұйырылған бұйрықты орында дейді. Мен иншалла сабырлы пенделердің қатарынан, Алла Тағаланың сабырлы пенделердің қатарынан табылам деп, солай жаңағы жерде әкелі балада жаңағы кісілердің үлкен Алланың жаңағындай бір әміріне, бұйрығына бойсынған үлкен бір жаңағы оқиға орын алады. Сол кезде жерге жатқызып, сояйын деп жатқан кезінде құрбандыққа періште келіп жаңа жерде қуанышты сүйінші хабарды айтып, болды, осы жерде сенің емтиханың таусылды, аяқталды. Негізі Алла Тағаланың сынағы сен балаңды құрбандыққа шалдыру емес, сені жаңағы Аллаға шынайы бойсынасың ба, бойсынбайсың ба, Алланың әмірін шынайы орындайсың ба, орындамайсың ба, соны сынап көру үшін, ақиқатты өзіңе көзін жеткізу үшін, ақиқатқа ең бірінші кезекте Алла біледі ол болашақта не. Сонда жаңағы содан кейінгі болашаққа келетін ұрпақтарға да өнеге болу үшін мұсылмандарға сол Алланың түгел жаңағы несі, даналығы, білімі қамтыған сөйтіп жаңа жерде қошқар түсіріледі. Мысалы Құранда келген түс туралы нелерді айтып отқан ғой. Енді пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның мысалға түс туралы көптеген хадистері бар. Енді қысқада нұсқа тоқталып кете салайықшы. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам түсті үшке бөлген. Түс сәләсәту деп айтқан. Үш түрлі болады деген. Бірінші түс руия солихатын бушра миналла деген. Ізгі салихалы түс Алладан келген қуанышты хабар деп айтқанда. Яғни бұл түсті негізі ғалымдар айтқан ізгі, тақуа, шыншыл адамдар, жақсы ізгілікті өмір сүріп жүрген кісілер, мумин адамдар көріліп, сол кісілерге нәсіп болады дейді. Одан кейінгі түс руия минеш шайтан, талаибу минеш шайтан, тахзину минеш шайтан деп айтқан. Екінші түс бұл шайтанның адам баласын түнде ұйықтап жатқан кезінде неше түрлі ермекке айландырып, жанын, рухын ойнауы деп айтқан, талаиб деп айтқан да. Адамның жанымен ойнайды екен түнде шайтан.
Сөйтіп жанағы неше түрлі қорқынышты түстерді, жаман түстерді салады. Бұл қайғырту үшін, адамдарды қорқыту үшін, мұсылмандарды қайғырту үшін жасалатын қиянаты дейді. Тақсир мен шайтан. Ал үшінші түрлі түс ол жаңағы пенденің осы дүниеде көп уайымдап, немесе көп жаңағындай ойлаған, немесе қатты бір мән беріп кеткен сондай бір жағдайлар сол түсінде қайталанады деген. Бұл енді мағынасыз түсті, бұл былай кіре береді. Енді жаңағы қорқынышты түске байланысты соған тоқталып кете салайық. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам және бір хадисінде келген, Мүслимде де келген, Абу Даудте, Ибн Мәжада келген сахих хадистер. Егер деп айтқан пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, қандай да бір кісі түсінде жаман бір түс көретін болса, сол көрген түсінің негізінде шошып оянатын болса деген, онда бірден түрегеліп 2 ракағат намаз оқысын деген. Намаз оқысын деген. Намаз оқысын, сосын жаңағы шайтанның жамандығынан Аллаға сенсін деген. Ал енді және бір риwаятта бүйтіп айтқан. Сондай бір жаман түс көріп, жаңағындай сол түстің әсерінен оянып кететін болса, онда орнынан бүйтіп тұрып, мысалға, түгел тұрып кетпесеңіз де орныңыздан тұрып, 3 рет сол жағына дем салсын деген. Янфус ан ясарихи саласа деген. Су деп 3 рет сол жағыңызға, сүннет бойынша 3 рет солай сол жағыңызға дем саласыз. Сосын қолыңызды жайып, аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айту керек екен. Алла, өзіңнен шайтанның жамандығынан өзіңе сыйынамын. Соны айту керек. Сосын және де ва аузу бика мин шарри ма раайту фил манам деп айтқан. Көрген түсімнің жамандығынан өзіңе сыйынамын деп айтсын деген. Өстіп айтса, жаңағы көрген түсінің жамандығы оған зияны тимейді деген. Ешқандай әсер болмайды деген. Және көрген түсін күндіз ешкімге айтпасын деген. Бұл нағыз сүннет. Көрдіңіз бе? Енді мысалға жаңағы 3-ші түс, ол жаңағыдай адамның жаңағыдай күнделікті өмірінде бұлай бүйту мағынасыз біз түстер болады ғой, ол кіріп шығып жаңағыдай не істей береді, оның ешқандай әсері. Бірақ мынау салиқалы түс, ізгі түс және шайтаннан болатын түс, бұларға мән беру керек. Ал күнделікті бұлай жаңағы кіретін түске байланысты бір жаңағы хадисте келген бір кісі пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға бүйтіп айтқан. Я Алланың елшісі деп айтқан да. Мен бір түс көрдім деген да. Түсімде кетіп бара жатсам, басым үзіліп жерге түсті дейді да. Сөйтіп басым домалап бара жатыр дейді да. Кетіп бара жатыр басым, жүріп. Сөйтіп мен арт жағынан келе жатырмын дейді да, басымды қуалапша. Сон бұл не қандай түс деп айтады да. Сонда лейса лаху фахаза лейса лаху мағана деген. Бұл талаибу шайтан, шайтаннан болған түс. Бұның мағынасы жоқ деген. Мағынасыз түс деп айтқан да. Түсініңіздер ме? Енді құрметті жақсылар, түске байланысты қысқадан нұсқа осы. Енді қандай уақытта жақсы түс көруге болады деген сұрақтар болады ғой. Қайтсек жақсы түс көреміз дегенде ғалымдардың көпшілігі айтқан тақуалықпен және шыншыл болу керек деп айтқан. Және ізгілікте өмір сүрген адам, бұл кісілердің несі түсі салиқалы, ізгі түстерді Алла Тағала нәсіп етеді деген. Енді қысқада нұсқа 90 сөзін тоқтай түйіні бізде бүйтіп айтқан халықта сөз бар. Іс түзелмей, түс түзелмейді деген. Түсініңіз бе? Іс түзелмей, түс түзелмейді деген. Яғни ісің дұрысталып жатса, тура жолға келіп жатса, күнәларың азайып жатса, онда сенің түсің де түзеледі. Өйткені түс деп айтқан пайғамбарымыз және бір хадисінде. Пайғамбарлық 46 бөлшекке бөлінсе, жалпы пайғамбарлық. Пайғамбарлықтен ғайыптық білім ғой Алладан келетін. 46-ның бір бөлшегі ізгі түс деп айтқан. Яғни 45-і пайғамбарлықтікі болса, 46-шы бір бөлшегі сол 46-ның ең соңғы бір бөлшегі. Бұл ізгі адамдардың ізгі түсі деп айтқан. Яғни бұл түстің өзі жаңағы салиқалы түс, ол бір ғайыптың бір хабары сияқты да. Болашақта бір жаңағындай бір жақсы бір сүйінші хабарды Алла Тағала алдын ала сізге білдіреді. Соның негізінде бір сүйінші хабарды білесіз, қуанасыз. Бұны жақсы, өзіңіз жақсы көретін кісілерге айтуға болады деп айтқан ғалымдар. Алла Тағала берекесін берсін, жақсылығын нәсіп етсін. Енді және ең соңғы бір сөзімізді бір хадиспен аяқтасайық. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтқан, ақыр заманға жақындағанда мұъминдердің түсі
ізгі түстері көбейеді деп айтқан. Көрдіңіз ба? Өйткені ғалымдар айтқан, неге дегенде, өйткені ақыр заманға жақындағанда, қияметке жақындағанда көп фитналар, күнәлар көбейіп кетеді, жамандықтар көбейіп кетеді, бәле неше түрлі. Сол жамандықтардан мұсылмандарды, мұъмин құлдарын сақтау үшін ізгі түстерін көбейтеді деген да. Түс көреді, түсінде жаман бір жаңағындай оқиға жаңағы не істейді, сақтандыру арқылы. Көрдіңіз ба? Бір күнәлардан сақтандыру арқылы. Оны мұъмин адам өзі соны ұғады, Алланың ымдап түсіне кіргізіп алады. Сөйтіп соның негізінде ол үлкен жамандықтан, бір харам күнәлардан өзін сақтап қалады. Алла сақтасын. Осы маған түс бекер көрсетіп жатқан жоқ осы түсті. Мен мына нәрседен алыс болу керек екен, немесе мына жамандықтан, немесе мына кісінің жамандығынан алыс болу керекпін деген сияқты Алланың ымдап айтқан несін түсіне қояды да. Иншалла Алла Тағала баршаларымыз жамандықтан сақтасын, жақсылықпен, ізгілікпен өмір сүруді баршаларымызға нәсіп етсін.